Қант диабеті қазіргі уақытта ең актуалды проблема деп ойлаймын. Проблеманың түп негізі бұл инсулинорезистентный состояние басталады. Базовый чекаптардың құрамында глюкоза, инсулин гормоны, гликированный гемоглобин, S-пептид, осыларды, фруктозамин, осы показательдерді периодически біз өзіміздің анализдерімізде қарап отыру өте маңызды. Әсіресе кімнің қалқанша безінде проблема бар, онда ондай адамдарға осы маркерлерді қарап отыру керек. Қант диабеті қазіргі уақытта ең актуалды проблема деп ойлаймын. Эндокринді ауру болып табылады. Қазіргі уақытта енді бірінші типті қант диабеті, екінші типті қант диабеті деп бөлінеді. Бірақ бұл проблеманың түп негізі бұл инсулинорезистентный состояние басталады. Яғни біздің базовый чекаптардың құрамында глюкоза, инсулин гормоны, гликированный гемоглобин, S-пептид, осыларды, фруктозамин, осы показательдерді периодически біз өзіміздің анализдерімізде қарап отыру өте маңызды. Әсіресе кімнің қалқанша безінде проблема бар, онда ондай адамдарға осы маркерлерді қарап отыру керек. Және кімде склонность жаңағы салмақ жинауға, немесе салмағы түспей жатыр деген сияқты, ол адамдарда бұл маркерлер жоғары болуы мүмкін. Егер біз инсулинорезистентный состояние кезінде бұл нәрсеге мән бермей, дальше өзіміздің онша емес образ жизнімізбен жүре беретін болсақ, және оған плюс дұрыс емес тамақтану, тәтті өнімдерді көп тұтыну, әсіресе газированный напитоктар, фастфудтар көп жеу, дұрыс ұйықтамау, стресс деген сияқты факторлар әсер ететін болса, еще сіздің геніңізде ондай проблемалар болатын болса, онда күндердің бір күнде ол қант диабетіне алып келуі мүмкін, және ол бір ұзақ уақытты да алмауы мүмкін да. Сондықтан бұл проблеманы алдын алу үшін біз жаңағы маркерлерімізді обязательно бағана айтып кеткен нәрселерді қарап отыруымыз керек. Ол бізде анализ талдау кітабында да бар. Одан бөлек біз питаниямызды реттеуіміз керек. Яғни қазіргі уақытта изобилие ғой, тәтті көмір суларды тұтыну, ол любой жаңағы кафешкаларға барғанда, жаңағы үйде де болсын, тәтті өнімдер өте көп. Жаңағы выпечка болсын, пирог болсын, конфет болсын, мороженое болсын, тем более қазір жаз мезгілі келе жатыр. Көрінген жерде мороженое жей салу, қолымызға газированный напиток алып жүру, ол бір сән сияқты көрінеді. Бірақ сіз біліңіз, каждый ішіп жатқан газированный напитогыңыз, каждый жеп жатқан мороженейіңіз, ол сіздің инсулиніңізді көтеріп жатыр. Яғни скачка болып жатыр. Бізде неғұрлым көбірек скачка бола береді, соғұрлым біздің ағзамызда қанттың деңгейі көтерілген сайын ол бізге риск. Және біздің клеткаларымыз бастапқы уақытта, мысалы біз тәтті нәрсе жейміз, оған біздің ұйқы безімізден жаңағы инсулин гормондары, ұйқы безінде кішкентай құйрықшасында лангерганс аралшықтар бар. Сол жерден бізде инсулин гормон бөлінеді. Инсулин гормоны как ключ, кілттер сияқты. И ол барады, клетканы ашып, тәтті нәрселердің бәрін клеткаға кіргізіп отыру керек. Сол кезде клеткаға глюкоза кірген сайын ол бізге энергия беріп АТФ түзілу керек. Бірақ біз неғұрлым безберекет тәтті жей береміз, үздіксіз тәтті жей береміз, одан бөлек біз жаңағыдай ешқандай режимсіз тамақтана береміз, и бізге соған сәйкесінше инсулин бөліне береді, и біздің ағзадағы клеткалар инсулинді танымай қалады, жаңағы келіп ашатын ключиктер танымай қалады, рецепторлар. Сол кезде инсулин көбейеді, клетканы аша алмағандықтан не істейді, ол көбейеді, и қан тамырларға өтеді. Қан тамырларға өткен кезде біздің қан тамырларымыз былай айтқанда қоюланып, қантталып бастайды. Байқасаңыз, қант диабетімен ауыратын адамдардың қан тамырлары өте қатты болады. Мысалы, сіз баяда біз мед универде оқып жүрген кезде медицинский шапка киеміз ғой, соны біз крахмалға салатынбыз. Сол крахмалға салған кезде ол тіп-тік болып тұратын. Өйткені крахмал ол қантты. И сол сияқты қант диабетімен ауыратын адамдардың қан тамырлары прямо қаттырақ болып қалады. Яғни ол эластичный болмай қалады. Сондықтан ондай адамдарда инфарктке, инсультке риск жоғары болады. И осының әсерінен біз артериальный гипертензиямен страдать етеміз да. Сондықтан жаңағы инсулин көбейген сайын, қант клеткаға кірмеген сайын, ол біздің қан тамырларымызға өте береді, біздің қанымыз қоюлана береді, и соның әсерінен біздің қан тамырларымызды қант жеп қояды. И содан бізде системный аурулар көбейеді. Бүкіл периферический органда проблема басталады. Шаш түсу болсын, памяттің нашарлауы болсын, көздің дұрыс көрмеуі, әсіресе бірінші диабет қантта, даже ол соқырлыққа дейін алып келуі мүмкін. Одан бөлек жаңағы артериалды гипертензиялар,
әртүрлі тері аурулары, әсіресе өкшеде диабеттік табан деген бар, иә. Яғни вообще табанда ешнәрсе сезбей қалады адам до такой степени, ол жақта қан айналым дұрыс емес, өкшесі, табаны вообще ешнәрсе сезбейді. Және ондай адамдарда, мысалы, бір жерін тіліп кетсе, бір жерінен жара шықса, өкшесіне бір нәрсе кіріп кетсе, олардың жазылуы қиын болады. И сөйтіп, даже менің практикамда болды, гангренаның әсерінен башпайларын хирургиялық жолмен алып тастаған. Вот сондай сияқты ол даже органдардың удалениесіне дейін кетуі мүмкін. Даже тіс салдыру, имплант қою, болмаса басқа да проблемалармен ол ушыға береді да. Поэтому қант диабетімен ауыру өте қауіпті, бірақ ғалымдардың айтуынша, міне 2030-ға қарай әрбір дүние жүзінде әрбір 3-ші адам қант диабетімен ауырады деген болжам бар. Бірақ ол шынымен де қазір соған келе жатыр, потому что маған келген пациенттердің әрбір екіншісінде инсулин резистентный состояние, ал кейбірі оны емдейтін болса, көп адам оған игнор жасайды. И когда вот асқынады, полностью летальный исходқа барған кезде кейбіреуі байқауы мүмкін, немесе кейбіреуі обморыққа түскен кезде ода уже қант диабеті екенін байқауы мүмкін, да. Гипогликемия болып кетуі мүмкін кейбір адамдар, сол кезде ғана анықтап жатады. Бірақ сізде уже артық салмақ немесе қатты арықтап кету, уже щитовидкада проблема, уже жазылмайтын жаралар, қаныңызда проблемалар болып жатса, міндетті түрде осы панельдерге тапсырып көру керек. И қант диабетіне тағы бір айтып кететін маңызды мәселе, тек қана қант түсіру ол көп эффект бермейді. Оны міндетті түрде қалқанша безіндегі гипотерезбен бірге параллельно емдеген абзал болады. Және мен өте қатты жақсы көретін нәрсе бар, яғни кімде инсулин резистентное состояние, даже сондай адамдарға и балалар бар қазір, гипогликемия страдать ететін, эспипсистер мысалы өте қатты төмендеп кеткен. Оларға мысалы мен мынадай нәрсені рекомендую. Қант диабеті кезінде біз қанттың деңгейін анықтап отыратын арнайы жаңағы тест жабыстырамыз ғой. Осындай тесттер жабыстыру арқылы мұнда иыққа бір аптаға қойып қоюға болады, және оны мониторинг жасаймыз телефонмен. Яғни сіз жеген тамақтарда қант қаншалықты деңгейде көтеріліп отырады. Солай сізге болатын, болмайтын өнімдерді анықтап алуға болады. Мысалы, қарапайым біз ойлаймыз ғой, кокосовое молоко, ол барлығы топы, ол бүкіл адамға жарайды деп. Бірақ кейбір адамдар кокосовое молокомен кофе ішкен кезде ол қант жоғарылап кетуі мүмкін, да, ондай жағдайда сізге ішуге болмайды деген сияқты. Даже ПП өнімдердің өзі кейбір жағдайда біздің инсулинімізді, қантымызды жоғарылатуы мүмкін. Поэтому сізде қант диабеті болмаса да инсулин резистентный кезінде сондай тесттер тағу арқылы қай өнім сізге қалай реакция берді, қантыңыз көтере ма, көтермей ма, соны білу арқылы біз өзімізге диагностика жасап, ондай өнімдерді тұтынбауға тырысуымыз керек. Және негізі қант диабетінің ең бірінші емі ол интервальное голодание. Біздің пайғамбарымыз ұстанған дүйсенбі және бейсенбі күнгі ораза, вот как раз соның алдын алуға көмектеседі. Және жылына бір рет ұстайтын ораза тоже бізде қант диабетінің алдын алуға өте бір күшті мүмкіндік. Бізде өте керемет күшті жаңалық, Аллаға шүкір, қаншама жыл армандаған нәтижеге жетті. Қазіргі уақытта бізде халықаралық превентивті интегративті анти-эйдж дәрігерлердің ассоциациясы ашылды. Алла қаласа 17 май күні офлайн форум болады, және осы ассоциацияға дәрігерлерді шақырамыз, яғни дәрігерлер бұл ассоциацияға мүше бола алады, және біздің офлайн форумдарымызға келіп қатыса алады, және дәрігерлер өздерінің біліктіліктерін көтере алады. Егер сіз дәрігер болсаңыз, немесе осы медицина саласына, интегративті превентивті медицина қызығып жүрген болсаңыз, және осы сала сізге қызық болатын болса, міндетті түрде біз номерді қалдырамыз. Осы номерге хабарласып, біздің іс-шарамызға келіп қатысыңыз. Жалпы интервальный голодание көшу, яғни таңертең и кешке ғана тамақтану деген сияқты ауызды тыю, ауызға замок қою, бұл өте күшті көмектеді. Вода тоже еда деп айтамыз. Яғни просто тамақтың орнын сумен алмастыру, мынандай тамақтың арасында, мысалы, таңғы ас пен кешкі астың арасында просто ыстықтау су ішіп жүру, тоже бұл қант диабетінің алдын алатын күшті бір профилактика болып табылады. Және спорт.
өте маңызды нәрсе. Қазір көп адамдарда гиподинамия, спорт жоқ. Соның әсерінен де бізде жаңа қан тамырларымен көп проблема болады. И ол зат алмасу процесінің тежелдеуіне алып келеді. Поэтому спорт қосу бұл да қант диабетінің алдын алатын өте бір күшті мүмкіндік. Даже сіз қант диабетімен ауырсаңыз да спортпен айналысу өте маңызды. Және біліңіздер, негізі қант диабетін емдеуге болады. Даже менде болған бірінші типті қант диабетін, инсулинге тәуелді қант диабетінің өзін инсулиннен алып тастаған моменттер болған. Сондықтан негізі көп ауру ол біздің миымызда. Яғни біз егер оймен уже емделіп оған іс-әрекет ететін болсақ, және жаңағы сауығатын гендерді мида активировать ететін болсақ, онда соған сәйкесінше химиялық веществолар бөлінеді, және соған сәйкесінше пептидтер, ақуыздар бөлінеді. Біз соған сәйкесінше ситуациялар тартамыз. И реально біз емделіп кетеміз да. Сондықтан каждый осындай аурумен қиналып жүрген адамдарға айтқым келеді, егер сіз шынымен де осы аурудан құтылғыңыз келсе, реально бұл нәрсені емделуге болады. Просто осы жолда талмай жұмыс жасау керек. Егер талмай жұмыс жасайтын болсаңыз, оның көздері өте көп. Сол бағыттар бойынша, мысалы интегративный медицина бойынша және нейробиология бойынша жұмыс жасайтын болсаңыз, реально бұл нәрседен оңай жеңіл құтылуға болады. Видеоның соңына дейін көрген көрермендерге алғысым шексіз. Және бұл видеоны кім қант диабетімен страдать етеді, немесе соның қауіп бар адамдармен бөлісіп, өздеріңіздің комментарияларыңызды бөліссеңіздер, нұр үстіне нұр болады. Және біз бұның барлығын үлкен еңбекпен жасап жатырмыз. Сіздердің просто таратуларыңыз ол біздің осы каналымызға үлкен бір сіздердің тигізіп жатқан бір үлестеріңіз болады деп ойлаймын. Сондықтан сіздерден қолдау күтеміз. Құрметті көрермендер, менің кезекті туындым анализ талдау кітабым міне жарыққа шығып жатыр. Аллаға шүкір, бұған предзаказға ашық. Кез келген әйелдің, кез келген дәрігердің, кез келген пациенттің үйінде болу керек кітап. Алғашқылардың бірі болып заказ бергіңіз келсе, міндетті түрде сілтемеге өтіңіз, немесе описанияға өтіп жазсаңыз болады.